Газ тәріздес улы ие Жасөркен ықшам ауданында пайда болған. Ол бірнеше күннің ішінде қалада жайылып үлгерді. Ең бірінші газдың иісі Петрова көшесінде орналасқан кәріз жүйесінің бірінен біліне бастаған дейді тұрғындар. В субботу запах, в воскресенье вообще сильный. Сенбі күні иісі шыға бастады. Жексенбі мен қоқыс төгуге барғанда мүлде демала алмай қалдым. Кеше тіптен иістен тұншыға жаздадық. Мамандар кеше тазарту жұмыстарын жасаған сияқты еді. Кеше ауа сәл тазарды. Ал таңертең терезелерім жабық болса да газдың иісі үйде сезілді. Шел в квартиру. Ирина Шой Жасөркен ықшам ауданының тұрғыны айтуынша, осымен 5-ші күн қатарынан газдың иісімен демалып жатыр. Уланып қалмас үшін тоқтаусыз белсендірілген көмірмен сүт ішіп жатырмыз дейді. Вот окно приоткрыло. Кішкене болсын ауа кірсін деп терезені ашып қоям. Үйде демалу қиын, бірақ көп ұзамай терезені жауып тастаймын. Ол жақтан да газдың иісі шығып тұр, демала алмайсың. Ауа жетіспейді. Эфирин дәрісін ішетін болдым. Бұрын ондайым жоқ еді. Демікпе ауруының белгілері пайда болған сияқты. Әне даусым да отырып қалды. Все вот это все. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тұрғындардың тұншығып жатқандығы жайында ақпарат 17 маусым күні түскен екен. 1,5 тәулік бойы 7 бригада насос станциясын тазарту жұмыстарын жасады. Избавились от проблемы за счет промывки. Коллектор мен насос станциясының қабылдау камераларын тазартқыш құралы, яғни сұйық сабынмен жуу арқылы мәселені шештік. Жалпы 400 литр сұйық сабын жұмсалды. Жидкое мыло. Ауада жайылған газдың түрін анықтау үшін қоғамдық қауіпсіздікті сақтау департаменті де сараптама жұмыстарын жүргізген, бірақ бұл қандай газ екенін анықтау әзірге мүмкін болмай отыр. Тек ауа құрамында метан, фенол, формальдегид және көміртек тотығы жоқ болып шықты. Газдың қалдықтарын біреу кәріз жүйесіне төгіп жіберді деген болжам бар. На сегодняшний день Алдын ала болжам бойынша белгісіз біреулер улы сұйық органикалық затты Қызылжар су кәріз жүйесіне құйып жіберіп отыр. органическое жидкое вещество. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кәріз жүйесіне сұйықтықты кім құйғанын полиция департаменті анықтап жатыр. Асем Айтолла, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.